Мен өз балаларымның есейгенде психологтарды жағалап жүргенін қаламаймын. Мен сияқты кезіндегі. Олай мүмкін бе? Әрине мүмкін. Сіз ата-бабаңыздан келе жатқан жанұялық кармалық шиеленістерді өзіңіз өз дәрежеңізде, өзіңіздің өміріңізде шешкенде, әрі қарай ұрпақтан ұрпаққа жалғастырмай. Бәріңіз білесіздер, кейбір адамдар бай, бақуатты, бақытты жанұяда туып өседі. Туылғаннан олардың жүректері махаббатқа толы, және де әке-шешесінің жылы ілтипатын сәби кезінен көреді. Бұл Құдайдың әділетсіздігі ме? Яғни бір адамдарға ризық, махаббат, молшылықты үйіп төгіп берді де, ал кейбір адамдарға тіпті әке-шеше берген жоқ, денсаулық берген жоқ. Қалай ойлайсыздар? Кармалық шиеленістер ата-бабамнан келе жатыр екен. Ата-бабамның жасаған қателіктеріне менің қандай қатысым бар деуіңіз мүмкін. Сіз осы жанұяда кездейсоқ дүниеге келген жоқсыз ғой. Бұл жерде сіздің жеке реинкарнациялық кармаңыз бар. Осы кармалық түйіндерді шешу үшін қайда барамыз, не істеуіміз керек? Психологтарды жағалап кету керек пе? Міндетті емес. Бірақ жолыңыз тым ұзарып кетуі мүмкін. Осы ұзын жолды қысқарту үшін әрине маман керек. Егер де менің сөздерім, менің видеоларым сіздің жүрегіңізден орын алып жатса, маған да хабарласуыңызға болады. Осы жіптің түбі қайда апарарын бірге үңіліп көрейік.